Құрметті қазақстандықтар, әріптестер, тіл халықтың алтын діңгегі. Қазақстан халықтарының тілдері күні құтты болсын. Мен Сыздықов Еркін Сатыбалдыұлы, Қазақстан тұрғын үй компаниясы атынан Бәйтерек холдингі ұйымдастырған Ана тілім қазынам атты өлең оқу челленджі аясында даму кәсіпкерлікті дамыту қорының өкілінен эстафетаны қабылдаймын. Мұқағали Мақатаев, үш бақытым. Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойыңның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба, ойланбай-ақ келдағы отал менен. Түтін түтет, өз, өрбі, көгере бер, немерелер көбейсін шөберелер. Жадың даста жақсылық күтпегейсің, от емес, оқ сұрасаң менен егер. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты жаратарма. Үш күн нұрын төгет аспанымнан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Назарларыңызға рахмет. Келесі өлең кезеңін ұйғыр тілінде өлең оқитын әріптесіме жолдаймын. Мереке құтты болсын. Я, Низамова Надирям, главный специалист Департамента инвестиционных проектов Казахстанской жилищной компании. Стихотворение «Вәтән». Автор уйгурский поэт Мырзахмет Меримов. Это стихотворение о нашей родине, о Казахстане. Вәтән деген неме ол? Вәтән сық өйіміз. Қазақстан біздің вәтән анымыз деп сөйіміз. Туылған құтлық диярым, әзізсің ма анамдек, бақымен қанмас хумарым, Казахстан құтлық диярым. Благодарю за внимание, передаю эстафету представителю акционерного общества «Казагрофинанс».